Былай Рашадағы қалай машинаға права аламыз? Ең бірінші сендер үстінде тұрған чатқа кіріп /GPS деп жазасыңдар. Сосын сендер важное местаны басып, правительствоның астында тұрған автошколаны басасыңдар. Енді сендерге мопед алу керек. Мопедті сендер осындай жерден ала аласыңдар. Сосын сендерге мопед беріледі. Картаға кіріп, қай жерге баратындарыңды қарап алуға болады. Сосын сен автошколаға келгеннен кейін искаға барасыңдар. Ал егер сендерді дәл осылай кірмей тұрса, дали және понятаны басып, сәл солға бұрып, осыяға банкқа келесіңдер. Аса сәл сүріп, оплата штрафаны басасыңдар, және үшіншісінде тұрған оплата цех штрафаны басасың. Және даны басып, жаңағы есікке барасың. Енді любой комнатаны таңдап кіруге болады. Енді понятаны басасын, анау тұрған есікке кіресіңді, және сұрақ белгісі соған келесіңдер. Енді астында тұрған кнопканы басып, категория Б-ны басасыңдар. Басқаннан кейін продолжить дегенді тағы басасыңдар. И осы жақта астына түсіріп, праваның жауаптарымен танысып алсаңдар болады. Танысып болғаннан кейін начальты басасыңдар. Сосын сендерге праваның сұрақтары шығады. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін менің каналыма кіріп, автошколаның жауаптары деген видеоны көрсеңдер болады. Сол жерде осы сұрақтардың жауаптары бар. Енді сендерге машина беріледі. Астында тұрған затты басасыңдар. И сосын сендерге машинаны жүргізіп, осындай чекпоинттарға бару керек болады. Енді сендер финишқа жеткеннен кейін финишті кесіп өтіп, осы заводың сыртынан шығасыңдар. Енді ақшаның үстінде тұрған 3 шызықты басып, фонарикті басасыңдар. И фараны басып, осы картаға қарасыңдар, қайқа бару керек, және қаяқтағы чекпоинт керек, соның барлығы көрсетіліп тұрады. Енді сен соңғы чекпоинтқа келіп, закрытты басасың. Закрытты басқаннан кейін экраның қап-қара болып кетеді, және дали деген кнопканы шығады, сол далені басасың. Және кнопканы бас. Ешқашан назадты баспа. Әйтпесе праваң жоқ болып кетеді. Видео ұнаса және пайдалы болса, лайк басып тіркеліп кет.